Армысыздар, сіздермен бірге сіз білесіз пайдары. Күнделікті қолданыста қате айтылып жүрген сөздердің дұрыс нұсқасын айтатын боламыз. Жылаған баланы жұбату емес, жылаған баланы уату деп айтқан жөн. Телефон нөмірін көтермеді емес, қоңырау шалғанда көтермеді. Бас миы, арқа миы емес, ми немесе жұлын деп қана айтқан жөн. Күтпеген сұрақтар емес, тосын сұрақтар. Қолды сабынмен жуу емес, сабындап жуу. Негізін салушы емес, негізін қалаушы деп айтқан дұрыс. Сұранысқа ие емес, сұраныс көп, сұраныс бар деп айтқан жөн. Менде сұрақ емес, бір сұрағым бар деп айтқан дұрыс. Кітап оқып бастағанда емес, кітап оқи бастағанда деп айтқан жөн. Сауатты болайық, сауатты жазайық, сауатты сөйлейік. Назарларыңызға көп рахмет.